Сәлем достар. Біз бүгін сумканы жинап аламыз. Так. Көптен бұл YouTube түсірмегеннен ана бұрындармен түсірмей қалдым, тек алданғы видео күшті болса лайк комментарияларында бастайық. Әлі барлық лайк 0 болып тұр. Давайте 100 мың лайк, 50 мың лайк келесі видеоға 50 мың лайк алып бастайық. Күнде сөйтіп тұрамыз. Келістік па? Сосын бар 50-ге қосқанда 100 болады. 100 подписчик болып сендерге ақша таратамыз. Кеттік. Бірінші біз сумканы жинаймыз, сосын ана куртканы бүктейміз, мынандай міне. Артқа кетіп қалған ғой. Қазір күте тұрыңдар. Шабат тұрайын да. Бұл жерде 10 сат өт. Енді бастаймыз, достар. Сіздер мені көріп тұрсыңдар ма? Мен жерге қояйын. Естіп тұрыңыздар. Тоқтап, бірінші лайк комментария басайық. Түскелді ұмытпаңыздар. Мен шашымды жинап шол бердім. Өзінде шымылдың ғой. Рипот неймін. Кеттік. Күндер жүрсіңдер, мынандай заттандым. Мына ішін көрсеттім да осы алдыңғы видеоға. Міне, сендерге түсініп берем. Жаздың әдемі бір күні де таңертең бір төре өзінің баласымен теккен сияқты. Міне, осындай бірінші класстарға берген шығар. Едік сатып алсаңдар сатып алыңдар. Сосын мынандай бар. Осындайсың ба? Сендер бар болса көре саларсыздар. Сатып алыңыздар, ол неше таңға тұрады екен білмеймін. Бұл қай магазинде екені анықталып. Ішінде монстр. Мен бүгін жақсы әдетті боламын. Мен тайканы жинадым, маманың фолкасын жинау керек. Бірақ мамамен бірге жинағым керек. Менің күнделігім 27. Олна 30-ға жеткізген кезінде iPhone 7 Pro Max алам ба білмеймін, өскен алатын шығармын. Міне бірінші қазір мынаны жинап болғансын көрсетермін. Түсіндірмей қойын, сендер менің қасымда отырасыңдар. Нонжуаев атындағы жалпы білім. Нонжуаев мектебінде оқитын болсаңдар, комментария жазайық. Нонжуаев атындағы жалпы білім беретін мектептің бір сынып оқушысы Ретбай Айқарагөздің математика дәптері. Бірінші бөлім ғой мынау, ал мынау екінші бөлім. Сосын мынаны саламыз. Көрмей бар, қазір көрсетіп шығамын. Алдыңғы видеода көрсеттім сендер. Қазір сосын минутқа оқимыз. Қанша минутке? Жарема. Жақсылық пен жамандықты оқиыншы да, достар. Сосын ана тағы бауырсақ ертегі. Сосын кілем деген оқиын, патша кілем деген сияқты. Сосын тағы не бар, не дос? Я жылан патша болып, ана бір нәрсе, бір бәле шықпайды деген ғой.
Жинап алайық енді достар. Ой, бас киім. Енді курткам күшті қол жеймін осымен. Мен өскенде клиник компания болған ғой. Білесіздер ма? Үйге өскен кезінде мен 20 шығамын ғой, сол кезінде үй жинаймын ғой. Сол кезінде мен клиник компания боламын. Сендер үйде шашылып жатсалар ғой, әпіршіп. Сол кезінде сосын барып клиник компанияны шақырасыздар. Мен боламын клиник компания. Жарай ма? Осындай курумы куртка бар менде. Көрініп тұр ма? Соны сабақ киімдердің арасына қоямыз. Дүние танытты. Осыны оқу керек, оқуға бердім. Сонымен жинап болдық достар. Мінекей. Мынаны оқисыздар ма? Ақсынша өтесіңдер ма осы сендер? Мен бірінші класс оқимын әлі. Сосын бары өзім істеп жүрмін. Бір бәлішіз бәрі. Мына жарандылыс тануды оқуға бет. Мына жерлерді мен мынандай қылып жинап алдым. Міне осы жерлерді мына бақшаның несі ол. Достарда не түсірсем болады, комментарийға жазып кетіңіздер. Көп нәрсе жаза беріңдер комментарийға. Соның барлығын айтқаныңызды істейміз.